Сәлеметсіздер ме? Жеке тұлғаның салық салынатын табысын айқындау үшін салық органдары жанама әдістерді пайдалана отырып уәкілетті органдардан, екінші деңгейдегі банктерден, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан, үшінші тұлғалардан, шет мемлекеттердің құзыретті органдарынан және басқа да ақпарат көздерінен алынған деректерді пайдалануға құқығы бар. Демек, 10 000 айлық есептік көрсеткіштен асатын ақшалай қаражаттың болуы туралы ақпаратты екінші деңгейдегі банктер ұсынған мәліметтермен расталуы мүмкін. жылға тапсырылатын декларация шығыстарды жабу көздерін көрсетпей, 2022 жылы сатып алынған автокөлікті заңдастыру фактісін көрсету қажет. Өйткені сатып алу алдыңғы есепті кезеңде орын алған. Декларациялауға Қазақстан Республикасындағы және одан тыс жерлердегі активтер мен міндеттемелер, оның ішінде дебиторлық, кредиторлық берешек жатады. Сондықтан Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде дебиторлық, кредиторлық берешектің болуын растайтын құжат шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес нотариалды куәландырылған кез келген құжат болуы мүмкін. Егер Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде немесе тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, қарыз шарты, ақша немесе заттар берілген сәттен бастап жасалған болып есептелінеді. Нотариус тараптардың қалауы бойынша заңнамада міндетті нотариаттық нысан көзделмеген мәліметтерді куәландыра алады. Нотариаттық іс-әрекеттер барлық қажетті құжаттар ұсынылған уақытта ғана жасалады. Осыған байланысты, егер тараптар нотариусқа жүгінгенге дейін ақша беруді жүзеге асырған болса, және тараптардың ниеті олардың қарыз шарттарын нотариалды куәландыруға деген еркін көрсетсе, онда нотариус оны куәландыруға құқылы. Осылайша қарыз тараптары осы үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынған жағдайда 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін ақшаны беру фактісі бойынша қарыз шартын 2024 жылғы 15 қыркүйекке дейін нотариалды куәландыруға болады.